жаңағы қысқа уақытта көп сауап алатын амалдың бірі мына зікір. Субханаллахи ва бихамди, адада халқихи, ва рида нафсихи, ва зината ғаршихи, ва мидада калимати. Жаттап жүріңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ахраджахул муслим, имам муслимде келеді. Бұл Жуайрия анамыздан келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жуайрия анамызға қонған, сол үйден таңертең тұрып намазға шығып кеткен. Пайғамбарымыз намазға шығып кеткен, намазды оқып, күнді шығарып, духа намазын оқып, пайғамбарымыз келсе, Жуайрия анамыз әлі отыр екен. Яғни Құран оқып отырды ма, зікір айтып отырды ма, әлі отырған. Бағана мен шығып кеткенде отыр едің, сол қалпында әлі отырсың ба деді. Сонда анамызда құлшылықта отырған, пайғамбарымыз шыққан кезде. Пайғамбарымыз қайтып келгенде сол кезде. Сонда пайғамбарымыз айтады, ей Жуайрия дейді, бағана мен шығып кеткенде отырған қалыңде әлі отырсың ба дейді. Жуайрия анамыз айтады, иә дейді. Қалан нәбиі саллаллаху алейхи салам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады, мен сенен кейін дейді, бір сөз айттым дейді, 4 сөз. Оны 3 мәрте қайталадым дейді. Субханаллахи ва бихамди, ғадада халқи, ва рида нафси, ва зината ғаршихи, ва мидада калимати. Осы 4 сөзді айттым дейді. Сенен кейін дейді. Бағана дейді, енді осы менің 4 сөзімді 3 рет қайталасаң дейді да, бағана мен шығып кетіп, қайтып келгендегі сенің айтқан нәрсеңмен өлшейтін болсақ дейді, менің жаңағы сөзім басып кетеді дейді. 3 рет айтыңыз болды. Субханаллахи ва бихамди, ғадада халқи, ва рида нафси, ва зината ғаршихи, ва мидада калимати. 3 рет айтты. А оның сауабын бір Алла біледі.